Енді Құран жаттауда әртүрлі тәсілдер бар, иә? Турецкий тәсіл дейді, пакистанский, азиатский бар. Сіз қай тәсілмен жаттадыңыз, қалай жаттадыңыз? Енді осыны айтып кетсеңіз. Жалпылама Қазақстанда Орта Азия ғой, енді Орта Азия тәсілі қолданылады. Біз енді турецкий тәсілмен жаттамадық. Пакистанскиймен бір Орта Азияның қосындысы деп айтайықшы. Тәсілдер ауыса берді екен ғой, өзі андай бір бетті жаттап, біздің медреседе тәсіл мынандай болатын. Яғни бір бет 200 санақ бересің, сосын жаттап кеткен параларыңды қайталайсың. Былай айтқанда напарник болады. Сол напарник сенімен деңгейлес жаттап жүрген жігіт сен напарнигің қылып қояды медреседе, және өзің бір күн жаттаған бетің жаттап, кейін қалған параңды сонымен бірге қайталайсың күнде. Мысалы, жарты пара білетін болсаң, ол сен жарты пара тапсырасың, ол саған жарты пара тапсырады. Бір пара келген ол бір пара, мен бір пара. Бірақ бір бетіңді немесе сол қанша жаттайсың, сол жаттаған жерің жаттайсың да, ары қарай қайталауыңды сол напарникпен бірге қайталайсың. Күнде. Ол қалай болады? Біз таңертең 4-5-терде тұратынбыз. Шай бізде 8:30 еді, ұмытпасам. Сол 2-3 сағаттың ішінде бүкіл балалар кеше жаттаған бетін тапсырып шығу керек болады ұстазға. Сол шайға барасың, шайдан кейін 2 сағаттай қайталау уақыты. Жаңағы напарнигіңе ол саған сөйтіп қайталап тапсырасың параларыңды. Содан кейін 1,5 сағаттай ұйқы, кейін 5-нен кейін тамақтан кейін түнге дейін, 11-ге дейін, 10:30-ға дейін жаңа бет жаттайсың. Жалпы біз медреседе осындай тәсіл еді. Негізі Қазақстанда бұл көп қарилықтар бірдей ғой. Негізі қарилықтың бәрінің тәсілдері бір-ау. Қазақстанда көбінесе бірдей болып келетін сияқты. Мен өзім көрмеппін Қазақстанда бір медресе турецкий тәсілмен жаттап жатыр деген. Қазір бар екен. Бар ма? Қазір сырттан келіп оқып келгендер мүмкін Түркиядан бітіреді да, осы жаққа келіп өзіне ұнаған системамен қояды. Қазір өзгертіп жатыр екен. Әр молда білгенін істейді, білгенін оқиды дей ма, сол сияқты.